Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бекіткен 2025 жылдың діни мереке күндерінің кестесіне сай, биыл ораза 1 наурыз басталады. Қасиетті Қадір түні наурыз айының 26-сынан 27-сіне қараған түні болады. 30 наурыз күні елімізде ораза айт басталып, 3 күн жалғасады. Құрбан айт 6 маусымда басталып, 8 маусымда бітеді. Рамазан – мүмкіндіктер айы. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Рамазан айы келгенде, жұмақтың есіктері ашылып, тозақтың есіктері жабылды және шайтандар шынжырланады дейді. Демек, Рамазан айын өзімен бірге құт берекесін ала келетін құтты қонақ десек болады. Олай болса, құтты қонақты әдемілеп, жақсылап күту керек. Шариғат тілімен айтқанда сүннет, мұстахаб әдептерін сақтай отырып, шын ниет, шынайы ықыласпен ұстау қажет. Ғалымдардың айтуынша, Рамазан оразасының төмендегідей әдептері бар. Ораза ұстайтын уақыттан намазында басталып, шам намазында аяқталады. Сондықтан шам намазының уақыты кіре салысымен намазды да оқымай тұрып ауыз ашқан жақсы. Өйткені құдси хадисте Алла тағала ауыз ашуға асыққан құлдарымды бәрінен де қатты жақсы көремін деген. Бірақ бұл намаздан бұрын тамақтанып алу дегенді білдірмейді. Мұны тек жеңіл түрде ауыз ашу деп атасақ болады. Оның толық бейнесін мына бір хадистен байқауға болады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын намаз оқымай тұрып жаңа піскен құрмамен ауыз ашатын. Егер ондай құрма таппаса, кепкен құрмамен ашатын. Ал егер ол да болмаса, 1-2 жұтым су ішетін еді. Сондай-ақ ауыз ашатын құрманың саны тақ болғаны жақсы. Мысалы, 1-3 немесе 5 құрмамен ауыз ашу. Құрмамен ауыз ашудың артықшылығын білдіретін тағы бір хадисте құрмамен ауыз ашыңдар. Өйткені құрмада береке бар деп айтылған. Сондай-ақ құрма жеп артынан су ішсе де әдептен асқан болмайды. Дұғаның қабыл болу ықтималдығы жоғары болатын уақыттар бар. Соның бірі ауыз ашатын кез. Бұл жайында пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ораза ұстаған адамның ауыз ашқан уақытта тілеген дұғасы қабыл болады деп айтқан. Бұл жерде пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын арнайы жасаған дұғалар болғанымен тек соны ғана жасау керек деген шарт жоқ. Сондықтан әркім өзінің дүниесі мен ақыретіне қатысты кез келген дұғаны жасай берсе болады. Әрі оның арабша болуы да міндетті емес. Сәресі мұсылман үмбетінің оразасын басқа үмбеттердің оразасынан өзгеше етіп тұратын берекелі сүннет. Өйткені пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сәресі шыңдер. Шынында сәресіде береке бар деп айтса, тағы бір хадисте біздің оразамыз бен кітап иелерінің яһудилер мен христиандардың оразасының айырмашылығы біздікілер сәресі шет деп айтқан. Сондай-ақ сәресі уақытында тұрып 1 жұтым су ішсе де, сәресі ішкен болып саналады. Рамазан сөзі Құранда бір-ақ жерде кездеседі. Соның өзінде Рамазан Құран түскен ай деп оны Құранмен байланыстырады. Ал пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ораза мен Құран қиямет күні пендеге шапағат етеді дейді. Сондықтан Рамазан айында оразадан кейінгі ең сауапты іс Құран оқу. Оқи алмаса тыңдау. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мен басқалардың Құран оқығанын тыңдағанды жақсы көремін деген де сөзі бар. Рамазан жақсы істе жарысатын ай болса, ондағы жақсы істердің бірі және бірегейі садақа беру. Онсыз да сауабы мол ғибадат Рамазан айында одан сайын сауапты бола түседі. Өйткені пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ең абзал садақа Рамазан айында берген садақа деп айтқан. Сондықтан Рамазан айында жан басына белгіленген пітір садақасынан бөлек ораза ұстаған жандар шама шарқына қарай нәпіл садақаларды көбірек берген жақсы. Ілгерде өткен ізгі мұсылмандар Рамазанның қуаты мен шуағына шомылып, оразадан кейінгі 6 айда Алланың нығметіне деген қуаныштан айыға алмайтын. Ендігі 6 ай қалғанда, Раббым, бізді Рамазан ұштыра көр деп асыға күтім болған. Себебі бұл айда жасалар құлшылықтар, ғибадаттар мен ізгі амалдардың сауабы 1000 айға татырлық қасиетті Қадір түні бар. Сансыз сауаптардың есігі айқара ашылып, шайтандар шынжырланып байланатын мүбәрак айдың күндерін алаңсыз, түндерін қаперсіз өткізуден сақ болайық, қадірлі мұсылман қауым.